Лұқман Хәкім. Фантастикалық әңгіме. Жұмбақ хат. Менің бұл жолға сапар шегуіме себепкер болған түсініксіз бір хат еді. Көк сарғыш ақшыл конвертті, хаттардың ішінде ол көп уақыт елеусіз жатыпты. Бізге Қазақстанның түпкір-түпкірінен алуан түрлі хаттар күн сайын жауып жатады. Оларды редакция қызметкерлері кезекпе-кезек аша береміз. Кейде сыртындағы фамилиясын тексермей, бір-бірімізге келген туыстық, жолдастық сәлем хаттарды ашып қоятын жайымыз болады. Оған ешкім кінәлі де емес. Тек оқымасақ болғаны дейміз. Бұл жолы да дәл солай. Хат менің атыма келіпті. Оны ашқан мектеп бөлімінің қызметкері Сая екен. Мына қараңызшы, сіздің атыңызға бір хат келіпті. Байқамай ашып қалғаныма ғафу өтінемін. Бірақ өзі бір қызық хат деді. Ол күлімсіреп. Мен жыртылған конверт ішінен бір жапырақ қағазды қолыма алдым. Ардақты боп-боз деп басталыпты әлгі хат. Содан кейін ақ беттің әр жеріне Лұқман Хәкім естуші тірі тездетіп деген 5 сөз жазылыпты да, ең аяғына сәлемнен деген сөз теріс түсіпті. Мен қызарып кеттім. Есіме бұдан 10 жылдай бұрын бірге оқыған жақын жолдасым түсе кетті. Одан басқа ешбір тірі жан менің боп-боз екенімді білмейтін. Маған аян. Мен хатты алдым да бір бүктеп тартпама сала қойдым. Жай менің бір құрдасымнан келіпті дедім, қасымда кібіртіктеп тұрған Саяға. Ол кетісімен есігімді ілдім де хатты қайта қолыма алдым. Көз алдыма көптен бері хабар ошарсыз жүрген парталас досымның бет бейнесі елестеді. Біз оны бала кезімізде неге екені белгісіз Қайрақ деуші едік. Қайрақ Алматыда пиді бітіргеннен кейін Қарағанды облысының бір түпкірінде мұғалім болып кеткен деп естігенбіз. Хат жазысып хабарласпайтынбыз да. Тұңғыш жазған хатының сиқы мынау. Мен түсіндіксіз сөздер жазылған қағазды әрі-бері төңкеріп зерттей бастадым. Бәтшағардың мұнысы несі? Жұмбақтамай-ақ жазса несі кетті деп ойладым. Әрі аудардым, бері аудардым. Есіме екеуміздің бала кезіміздегі бір ойынымыз оралды. Мен дереу шылым тұтаттым да, хаттың әлгі үздік 5 сөздің арасындағы ақ жолдарды отпен қыздыра бастадым. Көп ұзамай оның сүйектете жазған хаты әріп-әріпімен толық көрінді. Сондағы хаты былай еді. Ардақты боп-боз, сау сәлемет боларсың. Сенің Лұқман Хәкім жайында зерттеп жүргеніңді естуші едім. Кеудеңде жаның болса тездетіп маған жет. Мен оны таптым, тұрағы қарағайлы. Әлі тірі көрінеді. Бәлкім Қайрақтың есі ауысқан деп ойлауы мүмкін. Шынайы боп-боз болсаң, асық өкінбейсің. Сәлеммен Қайрақ. Бұл хаттан кейін біраз күн дел сал болып тұнжырап жүрдім. Қызметтес достарымның арасында да өзімді бір ыңғайсыз сезініп, тіс жарып ештеңе айтпадым. Аздан соң арамызда ол бір жай әзіл хат екен деген ортақ пікір туды. Да, жұмбақтың бұлтты сейілгендей болды. Мен бұл мәселенің неғұрлым елеусіз қалуын тіледім. Ал шындығында көңіл күйім алай-дүлей еді. Күні-түні жадымнан Лұқман Хәкім шықпай қойды. Лұқман Хәкім шығыс ауыз әдебиетіндегі аңызға айналған адамның есімі. Ол өз заманында асқан дәрігер, адам тағдыры үшін бүкіл өмірін сарып қылған ақыл-ой иесі болған екен. Оның жасанды шөп дәрілерінің жазылмайтын дерт жоқ екен. Аңыздардың айтуына қарағанда, ол тіпті табиғаттың заңына қарсы тұрып, ажалмен айқасқа түскен оны жеңіп шыққан көрінеді. Адам баласы үшін мәңгілік өлмес өмір іздеген. Лұқман Хәкім жөніндегі аңыздарды бала кезімде естігенім болмаса, кейін ол туралы еш мәлімет таба алмай ұмыта бастаған едім. Кейбір аңыз адамдардың жадында қалады. Алайда ұлы ғұламаның өмірі мен іс-әрекеті
Оны ойлап шығарған адамдардың қиялдары жүректе ерекше баурайды тебірентеді. Адам ғылым атаулының бесіктен белі шықпай жатқан кезінде-ақ ажалдың құдіретіне күмән келтірген ғой. Аңыз десе, елегізіп құлақ түре қызығып қиял жалғап, өскен балалық шақ кімге де болса қызық. Оның жүректе адамның рухына қалдырған кейбір іздері, кейін есейген шақта қайта жадғыруы ықтимал нәрсе. Ол алған әсерге де байланысты. Мен бұдан 2 жыл бұрын Қарағайлы ауданына барған едім. Демалыс күндердің бірінде тау аралап, саятшылық етуге мүмкіндігім болғанды. Жарытып ештеңе атып алмасам да, табиғат көркін тамашалап, күн ұзағына жаяу жалпы көп сенделгенмін. Сол кештіғұрым уақыт еді. Қызыл жартасты бір таудың сол жақ қапталына ала еңістеп келе жатқанмын. Көзіме жылтырап әлдеқандай нәрсе көрінді. Жоғары көтерілуге ерінбей біраз мықшыңдап жартасты өрлеп шықсам, үлкендігі алақандай аясындай ғана кішкентай тас екен. Көтеріп алып қарадым. Бетіне арабша жазулар көрінді. Сол арабша сауатым мығым еместі дегенмен ежіктеп отырып оқып шықтым. Хурмәтлу саятшы, 2 қадақ ашудас, бір тұстахан тотайын табып бер деп жазылған екен. Жазудың астында Лұқман кәкім деген домалақ мөр тұр. Бұл не ғажап, мына тас қайдан келді? Бұл жерге мен жан-жағыма қарап, ешқандай сезікті нәрсе көре алмадым. Содан кейін тасты қалтама салып алып үйге тарттым. Лұқман кәкімнің есімі менің қиялымды 2-ші рет осылайша қозғап еді. Не болса ол болсын, бір ғылыми құнды тас тауып алдым деген ниетпен жатқан үйіме келіп біраз демалдым. Содан кейін үй иесі келгенше тасты тағы бір көрейінші деген оймен қолыма алып қарадым. Ғажап тастың бетіндегі жазудың бәрі өшіп қалыпты. Және өзі мені тауып алған кездегідей нұрлы да емес. Жай бір қара қошқыл кесек. Жазуды көргенім, оқығаным өзіме аян. Бұл қайда кетті? Ертеңіне күнге шығып қарадым. Отқа қыздырып көрдім. Ешбір жазудың өзі тұрмақ, жым-жылас ізі де көрінбейді. Сол жердің адамдарының бірі талайына көрсетіп едім. Ешкім тіс жарып ештеңе айтпады. Тез қамданып, Алматыға қайтып келдім. Геологиялық институтқа апарып тексергенде ол кварцтың жай кесегі болып шықты. Ал жазу өзін микроскопта таба алмады. Содан соң мен Лұқман кәкім жөнінде деректер жинай бастадым. Ал Қарағайлыға қайта баруға бір жолым түспей қойғанды. Содан бері небәрі 2-ақ жыл өткенді. Міне тағы бір ғажайып жұмбақ. Лұқман кәкімді Қайрақ қайдан біледі? Оны тірі Қарағайлыда жүр деп жазады. Әлде менің арабша жазуы бар тас тауып алғанымды біліп қойды ма екен? Бірақ мен ол туралы ешкімге ләм-мим деп тіс жармаған едім. Жоқ, Қайрақтың осы хаты мен жұмбақ тастың арасында тікелей байланыс болуға тиіс. Маған шұғыл жүру керек. Қайрақ және оның қолындағы күнделік. Самолет мені Қарағайлыға түс кезінде алып келді. 10 шақты жолаушының ішінде бір бұрышта елеусіз отырдым. Қарқаралы тауының сілемдері тармақ-тармақ боп көрінгенде, көңілім өркекпіп, тағы бір толқып қалды. Қандай құпияны жасырып жатыр екен? Ол өзінің қойнындағы аэропортта мені ешкім қарсы алмады. Өйткені дәл сол күні келетінімді Қайрақ білмейтінді. Мен қол чемоданымды көтеріп, үйіне кіріп келгенде ол жас балаша қуанды. Мәссаған, безгелдек, сені мұндай жылдам деп кім ойлаған? Бәтір-ау, өзіңде өң түс көргенде ештеме қалмапты ғой. Жайма, деді ол қуақылданып. Мені чемоданымды қоюға үлгертпей, қапсыра құшақтап дөңгелентіп әкетті. Қайрақтың аузын томпайтып сөйлейтін Қадиша деген ұялшақ әйелі 4-5 баласы бар екен. Бәріміз шұрқырасып қалдық. Қайрақ 4 бөлме ағаш үйде қалаша тұрады екен. Ең үлкен бөлмесін кәдімгідей ең жаңа мебельдермен жасаулапты. Мен өте көңілді зал үйіне кіріп жұмсақ креслоға отырмақшы едім. Ол қоярда қоймай
Басқа бір кішкене бөлмесіне алып кетті. Орындыққа отыра шаршаған шығарсың. Сен біле білсең ауылға келдің, жүр біздің қазақы үйге деді. Қайрақтың қазақы үйі де сүйкімді екен. Төр алдында жаюлы кілем, дөңгелек үстел. Қадиша төрге қабаттап көрпе салып, мамық жастық тастады. Мен ықыласыммен жантайып отыра кеттім. Жол азабын тартпай, сәтті келгеніме, әлде Қайрақтың семьясын тұрмысын көріп, қуандым ба? Дүдәмал күдік шырмауында жүрген көңілім жайланып орнына түсті. Амандық саулық сауалдарды біткен соң Қайрақ. Ал енді сен жатып демал, біз Қадиша екеуміз сені тойғызудың қамына кірісейік. Шөлдеген қарның ашқан шығар деді. Көп ешнәрсеге әуре болмаңдар деп күбір еттім. Біз сораптап шай ішіп отырмыз. Қадиша қып-қызыл семіз бауырсақтарды кәмпит араластырып дастарханға тау төбе қып үйді. Ара-арасында кәдімгі қолдан піскен сары майдың тостағандай қойды. Көп ұзамай жаңа сойылған қойдың қуырдағы келді. Хрусталь рюмкаларды сыңғырлатып шарап іштік. Мен дастархан мәзіріне шын ықыласпен ден қойғансып, өзімнің ішімдегі тағатсыз көңілімді алдырмай еркін отырмын. Ретін тауып мәселені бүйірден қойып қалуға батпаймын. Оның мінезін білемін. Баламысың, дегбірсізденбей бойсалды отыр десе не деймін? Әй осы жазушылар-ай, деді сәлден соң Қайрақ. Ар жағында бірдеңе тығылып тұрғандай не болған саған? Шаруаң ешқайда қашпайды. Шайдың тоғын басып аздан соң ет жейміз. Онан да Астанада үлкен өмірден нендей жаңалықтар болып жатыр, соныңды айта отырсаңшы. Алақ-жолақ етіп ах-ух деп отырсың. Қадиша сықылықтап күліп, Қайрақ-ау, құрдастың тамаққа зауқы жоқ шығар. Жол жүріп келген шаршаған адамға не баға болушы еді? Зорлама деді. Бала кезінде осындай желекпе еді, алқын-жұлқын боп үнемі асығыс жүретін. Әлі қоймапты сонысын деп Қайрақ орнынан тұрды. Мен төмен қарап күле бердім. Қадиша дастарханды жинай бастады. Қайрақ ауыз бөлмеге шықты да есіктің алдынан қайта бұрылды. Жарайды, ерегескенде ішегіңді біраз созайын деп едім. Болмас қонақсың ғой, жүр енді. Мен лып етіп көтерілдім де ілесе шықтым. Ол зал үйіне алып келді. Бұл бір өзі түсініксіз нәрсе. Сенер-сенбесімді білмей әбден ақмақ болдым. Құрғырдың қайдан ғана менің қолыма кеп түскенін шайтан білсін бе? Қайрақ осылай деді де, кітап сөресінен тозығы жетіп, жыртылған бір көкала дәптерді суырып алды. Дәптердің жел қағып су түйген тәрізді шет-шеті жылма-жылма, тағатым таусылып елегізіп тұрған мен Қайрақтың қолынан оны тартқандай боп жұлып алдым да аша бастадым. Дәптердің беттері тышқанның ізіндей ұсақ жазуларға толы. Ал енді мен саған кесел болмайын, асықпай абдырамай мұқият оқып шық. Сонан соң маған сөйлеп бересің деді де, Қайрақ есікті жауып тысқа шығып кетті. Мен өзімнен өзім жеке бөлмеде жұмбақ күнделікті қолыма ұстап қала бердім. Дәптер бетіндегі жазу баланың қолынан шыққан сияқты. Бадырайып анық түсіпті, бірақ көп жерінің сиясы езіліп, қағазы оңып кеткеннен толық оқуға мүмкіндік емес. 25 июль. Өмір алпарыс, өмір күрес, дарындылық дегеніміз өсімдік, дарын адамға ғана емес табиғатта да бар. Адам өмірі табиғат өмірінің тура көшірмесі. Адам ауырады, табиғат та ауырады. Табиғат тілсіз мылқау ма? Жоқ, онымен сөйлесе білу керек. Ол адамға күн сайын көп нәрсе айтады, бірақ адам өр мінезді тәкаппар. Ол өз сол табиғаттың перзенті бола тұрса да, одан ішкі рухы сезім түсінігі жағынан алшақтап кеткен деп басталыпты күнделік. 26 июль. Мен бұл өмірде жалғызбын. Мені ешкім түсінбейді. Жұрттың бәрінің тағдыры, жолы сызулы, ал мен бір адасып жүрген жан. Сол себепті адамнан гөрі табиғатты ұнатам. Адам маған бос жүрме, харекет қыл, оқы, жұмыс істе дейді. Не үшін? Күнелту үшін. Қызық, сонда мен бүкіл өмірімді тамақ асырап, күн көру үшін ғана сарп етуге тиіспін бе? Табиғат маған керісінше сыр шертеді. Адам өмірі қысқа,
Оған асығу керек. Беймаза күйбеңмен жүріп, талай қызықты шынайы өмірден құр қалдың. Сен менің құпиямды ізде, тілімді тап. Сонда мен сараң мәңгілік өмір жолын сілтеймін. 27 июль. Мен тау кезгенді ұнатам. Жалғыз жүріп, табиғатпен бетпе-бет қалғым, сырласқым ішкі рухымен үндескім келеді. Мен табиғаттан дарынның кілтін сұраймын. Ол мені түсінеді, аялайды, тербетеді. Алыстан үзігіп шыққан үн естимін. Дарынның кілті от. Оның шоқтары өсімдік бойында іздеп тапта, кеудеңе дарыт. Мен табиғаттан мәңгілік өмір сұраймын. Ол тағы жауап береді. Мәңгілік өмір оты да әсемдік бойында ізде тапта, ол сені күтіп тұр. 28 июль. Мен тап сол күні өте ерте тұрдым. Күндегі әдетімше қол чамаданымды бір күндік азық салдым да тау кезіп кеттім. Табиғат ғаламат, үлкен кітап сөресі тәрізді. Бірақ одан кітап сұрап алып оқудың өзі қиямет нәрсе. Қолыңа ұстата салмайды. Көп қиыншылықпен азап шегіп, кей күні түксіз оралам. Алайда осы сапарым өте сәтті болды. Мен бір үлкен сергелдеңде түсіп, қиямет қайымның өзінен ақ бірақ шықтым деуге болады. Не болса да қалай болғанын тәпіштеп жазуға тырыстым. Көрейін. Бұл оқиға естіген адамның сенбейтіндігіне көңілім кәміл. Қарқаралы тауының терістік шығыс жағында Мыңқой үңгірі бар еді. Мен соған барып жүргенде бір өте тар қуыс байқағанмын. Алғашында қасқырдың іні ме деп ойлап, қолымды қаруым жоқ болғаннан кейін кетіп қалған едім. Алдында алақандай іздер жатқан болған. Бұл жолы қолыма қалта шамын алып, мылтық асынып келдім. Менің көңілімді аударғанда қуыстың ішінен естілген гуіл еді. Таяз аспан, құдықтар олай гуілдемейді. Мен қуыстың аузына келіп, шам жағып қарадым. Үңгірдің іші самалдай жарық болып кетті. Қуыс 1-2 метр төмен түседі екенде, бір жағына қарай үңгірленіп қазылған екен. Мұндай жерде аңдардың мекендеуі мүмкін емес. Мен қолымдағы мылтығымды түсіріп қарадым. Мылтықтың дүмі еркін жетті. Артына сырғанап өзім түстім. Керегесі қызыл гранит, табаны құмдық, біреулер күрекпен қазды деуге келіңкіремейді. Табиғаттың өзі қолынан шыққан байқалады. Апан құдықта алды-артымды зерттеп біраз уақыт отырдым. Ары қарай жүре беруге бір сәт көңілім толқып, жалғыздығым есіме түсті. Әрі-беріден соң аяғына дейін барлап қайтуға ұйғардым. Қуыстың ішімен біраз еңбектеп жүруге тура келді. Өткір тастар тіземе батып, біраз ыңғайсыздық тудырды. Біраздан соң үңгір мүлде кеңейді. Мен еңкейіп жүруге мүмкіндік алдым. Ұзыннан ұзақ сопиған үлкен тас коридор. Адам баласының не хайуанаттың ізі жоқ. Бір ғажабы ауасы соншалықты таза. Тас коридор тауды үңгіп бірте-бірте төмендеп кетіп барады. Әлден уақытта құлағыма аққан судың дыбысы келді. Жерасты өзені болуға тиіс деп ойладым. Алдымда қалта шамның сәуле шоғыры, арт жағыма қою қараңғылық, өзімнен өзім келе жатып селк ете қалдым. Тақ артымнан біреу демігіп пысылдап тұрған сияқты. Жалт бұрылып, шам жарықтандырып, тіміскілеп өттім. Бақсам, өзім ентігіп тұр екем. Судың сылдыры мұндай қорқыншы қапаста кәдімгідей көңілге медеу мен ілгері аттап кеттім. Еріксіз үрейдің әсері ме, жоқ әлде асып састым ба, қате басқан екем. Салдыр-гүлдір бір аспаннан домалай жөнелгенімді білемін. Жанұшыра айқайлап жібердім. Қолымнан мылтығым дорбам ұшып кетті. Жолшыбай тастарға соғылып, есеңгірегенімді білем. Басқасы есімде жоқ. 29 июль. Сарқырап тау суы ағып жатыр. Жанға жағымды, үйреншікті дыбыс. Мұрныма хош иіс гүлдердің иісі келеді. Таңғы самалдың салқын лебі анда-санда бетімді шарпып өтеді. Мен қатты ұйқыдан оянып келе жатқан сияқтымын. Өзімді өзім ұмытып қалыппын. Қай жерде, қалай жатқаным да есімде жоқ. Санама әртүрлі ойлар оралды. Жас кезімде
бір қатты ауырып төсек тартып жатқаным бар еді. Сонда өзімді өзім осылайша ұмытып, ерекше бір күйде жатқаным барды. Бірақ мұрныма таудың иісі келеді. Әлде тауда Шымбұлақ жағасында жатырмын ба? Ойдан ой туындап, есіме үңгірдің ішінен келе жатқаным түсе кетті. Апырмау, мен құлап едім ғой, одан қалай аман қалдым екен? Сол кезде орнымнан атып тұрмақшы болып әрекет жасадым. Ешбір дене мүшем өзіме бағынбайды. Әрең дегенде көзімді аштым. Жатқан жерім алакөлеңке, үлкен үңгірдің іші. Көк аспан дейтін аспан жоқ. Төніп тұрған жақпар тастар. Дәл қасымнан тастан тасқа секіріп кішігірім өзен ағып жатыр. Қандай күйге ұшырағанымды енді ғана түсіндім. Денеме сау тамтық жер жоқ. Сипалап қарасам, екі қабырғам қирапты. Жамбас сүйегімде де бір пәле болу керек. Зар қақсатып ауырып барады. Аузым кеуіп өте қатты шөлдеп жатырмын. Сумен арамыз 1 метр. Бірақ соған жетудің өзі маған өте қиынға соқты. 3 рет ұмытылып, 3 рет көзім қарауытып талып қалдым. Азер дегенде сүйретіліп суға жеттім. Қомағайлана сімірдім ай кеп, содан кейін бір үлкен тасты жастанып жаттым. Не істеу керек? 30 июль. Аштан аш өлім халінде жатқаныма 2-ші күн, оны қолымдағы сағатымнан білдім. Менің қайда кеткенімді үйдің іші де ауыл да білмейді. Іздеу салып жатыр мекен, біреу келеді деген ешқандай үмітім жоқ. Дегенмен анда-санда айқайлап дауыстаймын. Бұрынғы ауруыма енді тағы бір ауру қосылды. Ол ішім барлық өкпе бауырым езіліп кеткен сияқты. Кешке жақын ыстығым көтеріліп, санам тұмандана бастады. Қозғалуда мүлдем қалдым. 31 июль. Есім кіресілі шығасылы. Тек істейтін әрекетім, сағатымды бұрай берем. Басқа ештемеге дәрмен жоқ. Суда ешкім де келмеді. Қарным да ашпайды. Жанымда жеген ауыр азаппен 1 секунд болса да құтылғым, өзімді өзім ұмытқым келіп жатыр. Бостан босқа ақмақтық жасап, айдалада өліп қалғаныма өте назаланам. Көзімнен ыстық жас сорғалайды. Қай күн екенін білмеймін. Өте талықсып жатырмын. Көзімді ашуға да әл жоқ. Әлдекім келіп аузыма су тамызып жатыр. Бет аузыма біреудің шашы тигендей болды. Міне, қолымды көтеріп, тамырымды ұстады. Аузымды ашып, бір ащы дәрі құйды. Аз уақытта өне бойым қызынып, денеме қан жүгірді. Баттасқан қаннан жарадан бір көзім мүлде ашылмай қалыпты. Екінші көзімді сығырайтып қарап едім, шошып кеттім. Алдымда бет аузы сабалақ-сабалақ, жүн сақалы қауғадай біреу тұр. Мен түсінбейтін бір тілде былдырлап сөйлеп, менен жауап алғысы келеді. Адам екен ғой бұл. Әлде түс көріп жатырмын ба? Жоқ, түсім емес. Содан кейін тағы есім ауып қалды. Бір кезде оянсам, жұмсақ арбаның үстінде жатырмын. Шал мені өзеннің бойымен бір жаққа әкетіп бара жатыр. Анда-санда тоқтап, жараларымды қарап бірдеңе деп күбірлейді. Қолымды, белімді бір ағаштың тамырларымен таңып буып тастапты. Мен қалғып келе жатырмын. Ойым онға, санам санға бөлінеді. Бұл қайдан жүрген шал, қайда апара жатыр? 3 август. Мен үлкен бөлмеде жұмсақ шөп төсектің үстінде жатырмын. Бөлме деймін ау, үңгір. Бірақ керегелері нақыштап ойылған сұр тас. Төбеде әр жерден жыланша иіріліп ағаш тамырлары көрінеді. Көзіме 3 қабат кітап сөресі түсті. Қаз қатар жиналған қалың кітаптардың мұқабалары жыртық шүберекпен, ағашпен қаптап қойған шал бір бұрышта кішігірім столда шұқшиып отыр. Мен өзімнің оянғанымды сездірмей, жан-жағыма түгел бақылап алмақшы болдым. Шалдың столына басқыш тәрізді тас текшелер жалғасқан, үсті алуан түрлі құмыра, шыны сауыты, кітаптардың түбінде айқыш-ұйқыш арабша жазулар жазылған. Ескіше хат танымайтындығыма жатып қиналдым. Біресе күлкім келді, соншама жұпыны киінген шалдың мынау үйі кәдімгі алхимиктердің лабораториясынан бірден бір кем емес. Есік жақ бұрышта үлкен пеш тұр. Үстінде кәдімгі қазақы қазан. Оны шыны қалпақ күмбездеп жауып тұр.
Күмбездің үстінен тарам-тарам болып шыны түтіктер шығып, ол тас түтіктекшенің үстіндегі кейбір құмыралармен жалғасқан. Бір құмыра ерекше нұрлы, өзінен өзі сәуле шашып, жарқырап тұр. Кәдімгі шам сияқты, не екенін ішінде жанып тұрған. Газ дейін десем, газ емес, электрге ұқсамайды. Кәдімгі күннің сәулесінен уыстап әкеліп құйып қойған тәрізді. Менің аяқ жағымнан да тас текшелер көрінді. Үстінде түрліше ыдыстар, шөптің тамырлары. Осыншама көп тамырды өмірде тұңғыш рет көруім. Алуан түрде, алуан формада, кейбіреулері қорқынышты жәндіктерге ұқсайды. Кәдімгі қызылша шалқан, шомыр сияқты сопақша домалақ, буынтық, тіпті жалпақша түрі де бар. Менің жыбырлағанымды біліп қойды ма? Шал орнынан тұрып қасыма келді. Шашы мен сақалы түп-түгел тұтасып кеткен. Қабағы түксиіңкі, өзі қос мұрын үстіме төніп келгенде әппақ бүркіт екен деп ойлап қалдым. Көз қарасында суық от бар. Халің нешік, балақай? Шалдың дауысы қырылдап, жарықшақтанып шықты. Сөзі таза қазақша емес, бірақ жақсы түсіндім. Сіз кімсіз, ата? Мен бе? Мен сен білмейсің. Сіз мұнда жалғыз тұрасыз ба? Мен ымдап көзіммен үйдің ішін шолып өттім. Шал басын изеді. Сенің өзегің талған шығар, ас дәмдеп жіберейін деді де, ол қапыл-құпыл орнынан тұрды. Үстіне собалаңдаған кенеп көйлегі бар, белінде тозығы жеткен күміс белбеу, аяғында басы қайқиған кебіс. Шал қалбалаңдап барып, тас текшедегі құмыраны біреуін алды. Оны қабырғада жарып ағып жатқан кішкене бұлаққа жуды. Содан кейін қазанның күмбез қақпағын жытып ашып, ішінен тағы бір құмыра алып шықты. Ол кәдімгі қабақтан істелген екен. Кішкентай шүмегі бар. Шал шомыр тәріздес бір-екі домалақ тамырды алды да пышақпен ашып ұсақтап тұрады. Содан кейін үстіне әппақ қою бірдеңе құйды. Қолындағы ағаш қасықпен былғап езді. Қоймалжың ботқа пайда болды. Шал оны темір табаққа салып, нұрлы құмыраның үстіне апарып қойды. Содан кейін қазанның астынан бір тетікті бұрап еді. Құмыраның ақшыл нұры қызғылттанып қоюланды. Көріп жатырмын. Температурасы жоғарылаған сияқты. Аздан соң ботқаның буы бұрқырап пісті. Шал осы кезде саумалдық тәріздес басқа бір тамырлардың аршып жатыр еді. Әп сәтте тағам дайын болды. Екеуміз отырып жаңағы ботқаны жедік. Анда-санда тамыр сабақтарын тістеп отырмыз. Шалдың тағамы маған соншалықты дәмді жұғымды сезілді. Сарайым ашылып, көзім шырадай жанды. Содан кейін шал бұрыштағы кіппектен 2 тостаған су құйып әкелді. Бірақ ол су емес екен. Бір белгісіз өсімдіктің нәрі. Ішінде жүзімнің, алманың, қарбыздың дәмдері бар. Сіз өзіңіз туралы айтып беріңізші, ата, дедім мен тамақты ішіп болып. Жайғасқаннан кейін өне бойым түгел айығып кеткен сияқты. Бірақ тұруыма шал рұқсат етпеді. Мен бір елден безбен диванамын, қарағым. Жарық дүниеден өмірден кетіп, осы тар қапаста қамалғаныма 200 жыл болды. Сіз мен құсап адасып келдіңіз бе? Әлде сізді біреулер қамап қойған ба? Шал кеңкілдеп күлді. Екеуі де емес, мен өз еркіммен осында түстім. Мынау тамырларды өзіңіз өсіресіз бе? Жоқ, әлде ол даладағы өсіп тұрған ағаштың тамырлары ма? Әрине өзім өсірем. Бұл сенің айтқаныңдай жай тамырлар емес, кәдімгідей шөптер, жемістер. Жердің астында күннің көзі жоқ жерде осылай өседі. Анау бір өсіп тұрған буынтық тамыр кәдімгі алма. Саған біреуін үзіп берер едім, әлі піскен жоқ. Ал соның қасындағы кішкентай ұсақ тамыр жүзімнің жемісі. Менің көзім қабырғадағы салбырап тұрған адам мүсіндес шөптің тамырын шалып қалды. Анау не? Ол адам өміріне өмір қосатын женшен. Екеуміздік алғашқы күнгі әңгімеміз осымен аяқталды. Сен жатып ұйықта, әлі оңала қойған жоқсың, деді де шал өзінің жұмыс орнына кетті. 7 август. Мен ауруымнан жазылып, үйдің ішінде қыбырлап жүретін болдым. Шал керемет қуанып жүр.
анаған мынаған жұмсап мені көбірек қимылдатқысы келетіндей. Өйткені жамбас тұсым әлі де болса сіресіп тұр, жүрсем сықырлайды. Мен сан жетпес ұсақ түйек құмыраларды, шыны түтіктерді жуамын. Ауыз бөлмеден барып ыстық су әкелемін. Ол кәдімгідей жердің астынан бұрқылдап шығып жатыр. 2 рет өзен жағасына барып топырақ ойып әкелдім. Шал оны ақшыл ұнтаққа араластырып, су құйып илейді де шөптің тамырларына қаптап қояды. Өзім мектептен алған білімім бойынша өсімдік күндіз жерде өспейтін білуші едім. Мынау бір ғажайып екен. Тамырларға ешбір күн сәулесі дарымайтын тәрізді. Дегенмен өсімдік бойындағы зат алмасу процесі қалай жүреді екен, соны білгім келді. Әрбір тамырдың қасына барып шұқылап қарап жүремін. Шал менің ойымдағы күдікті сейілткісі келді ме, әлде менің денсаулығымды тексермекші болды ма? Бұл жұмбақтың сырын өзі ашты. Ол мені қасына шақырып үлкен орындыққа отырғызды. Белуарыма дейін шешіндім. Содан кейін текшедегі бір құмырадан маған су ішкізді. Сол ақ екен, ішкі дүнием, көкірек тұсым, асқазаным жып-жылы болып кетті. Ішіме кәдімгідей бір күннің сәулесі түсіп тұрғандай қыздырып барады. Шал осы кезде стол үстінен қолыма бір айна ұстатты. Міне ғажап, айнадан мен өзімнің көкірегімді тақ ренгендегідей көрдім. Екі өкпем, асқазаным, тіпті қабырға омыртқаларым, өңешім әппақ нұр болып жарқырап тұр. Сол жақ екі қабырғамның сынған орнын да көрдім. Аздап қарайыңқырап барып бітіпті. Жүрегім солқ-солқ етіп соғады. Қан тамырларыммен жылжып қан ағып жатыр. Шал, көрдің бе дегендей қуақыланып жымың-жымың етеді. Мен айран асыр боп үнсіз отырмын. Санамда түрлі ойлар тізбегі құйындап өтті. Мына өсімдік тамырлары осы сәулемен өседі екен ғой. Шал кәдімгі сәулені суша пайдаланады екен. Бұл нендей ғажап заңдылыққа бағынған. Шіркін-ай, өзін жер үстіне шығарып көрсетер ме еді? Мен бұл жұмбақ шалмен мықтап сөйлесуге бекіндім. Алайда жер асты ғылымы бойына дартпайды. Шұқылап өзінің жұмысын істей береді. Бір тамырды екінші тамырға телейді. Сан алуан сұйықтарды біресе сүзіп, біресе қойыртпақтап нұрға жауып, жеке-жеке құмыраларға бөліп қояды. Кейде отырып, арабша жазулар жазады. Жазатын қағазы жоқ болғандықтан ба, кітапханасында жиналған арабша кітаптың бәріне шимайлап жазып бітіріпті. Саяси да, қалам ұшы да көптің тамырынан жасалған. Қасына барып тілдесейін десем қорқамын. Жұмыс істеп отырғанда оның жүзі өте суық, қараңғы қапаста мұздан жасалған адам сияқты. Мен 2-3 күн шалдың лабораториясының ішін төңірегін барлап шықтым. Лаборатория үлкен үңгірдің ішінен тастан қашалып жасалыпты. Бар жоғы 2 бөлме. Менің жатқан бөлмем шалдың жұмыс істейтін орны. Ал екінші бөлмесінде ол ұйықтап демалады. Онда қауқиған шөп төсектен басқа іліп алар дәнеңе де жоқ. Бөлменің бір жақ бұрышында бұрқылдап қайнап бұлақ ағып жатыр. Температурасы 40-50 градус ыстық су. Лабораторияның есігі ұзын коридорға шығады екен. Коридордың бір жағы тұйық, екінші жағы үлкен аңғарға алып шығады. Аңғардың ішімен өзіме таныс өзен ағып жатыр. Өзеннің ұзындығы 100 метрдей ақ. Бас жағы және аяқ жағы жердің астына кетіп жатыр. Қайдан келіп, қайдан түскенімді қаншама қарап жүріп таба алмадым. Жан жағы тұйық, сом-сом, жақпар тас, бір құпия есік бар ма деген дүдәмәл оймен өзен жағасының тастарын қолмен сипалап кеп зерттедім. Бірақ ешбір құпия тесіктің ізі де білінбейді. Осылайша жүріп әбден ішім пысты. 15 август шал менің іш құса болып жүргенімді сезіп қойыпты. Менімен қатынаса бұрынғыда емес салқындап кетті. Мен өзімді өзім қолынан түк келмейтін жатыпшер жалқаудай сезіндім. Бір күні төсегімде жатқанда шал қасыма келіп отырды. Маған айтатын әңгімесі бардай. Шалдың суық жүзінен тайсалып, кірпіше жиырылып қалдым. Балақай, мен саған бір ертек айтып берейін. Сен оны мұқият тыңдап түсін деді. Содан кейін бір күрсініп алды да шал әңгімесін бастап кетті.
Баяғы бір заманда мұсылман жұртында Лұқман Кәкім деген дәрігер ғалым болыпты. Ол бүкіл адамзат басына төнген ауру атаулыға қарсы тұрған екен. Ел кезіп, жер кезіп, жұрт ішінен жазылмас дерт іздеп, оны жазуды өзіне мақсат етіп қойған Лұқман Кәкімнің мұндай өнеріне бүкіл адамзат баласы риза болған екен. Бірақ ол бақытсыз болыпты. Ол аурудың жеңгенмен ажалды жеңе алмапты. Қайда басса да алдынан Әзірейіл жаналғыш шығып, оның қасиетті ісіне кесел жасай беріпті. Ажалы жеткен халық өле беріпті. Күндердің бір күнінде сол ажалдан Лұқман Кәкімнің жалғыз баласы дүние салыпты. Бұдан кейін Лұқман өзінің барлық өмірін ажалды жеңуге жұмсамақ болған. Бүкіл дүниені шарлап өлмес өмір дәрісін іздеп шығыпты. Ол сол бір кез қытымыр да қиянатшыл түнек дүние еді. Әділетке, ғылымға жол табу аса қиынды. Лұқман Кәкім өзінің ұзын сонар іздену жолында үлкен жан азабын тартып, қиыншылықтарға ұшырапты. Бір күні қиянатшыл жандар оның үйін тонап, кітаптарын өртеп жіберіпті. Надандық пен топастық жайлаған қияпас өмірде Лұқман Кәкімге тыныш орын табылмапты. Содан соң ғұлама ғалым елден безіп ғайып болыпты. Кейбір аңыздарда ол ажалмен айқасып дүние салған екен дейді. Бірақ бұл бекер. Лұқман Кәкім сол кеткен халыққа қызмет өту үшін, өлмес өмір дәрісін іздеп табу үшін ұзақ жылдық сапарға аттанған еді. Егер де дәрі табылса, ол өзінің адамзатын қайтып оралтады. Сол Лұқман Кәкім мен қарағым, 2 ғасыр уақыттан бері көріп отырған тірі адамның жалғыз сен. Бұған мен үлкен шүкіршілік етемін. Өйткені Лұқман ажалды әлі бір жола жеңген жоқ. Оған көмекші, мирасқор қажет. Мен осы бір сен отырған тар қапаста өмірде 3 рет өліп тірілдім. Сонда қасымда, аузымда су тамызар тірі пенде болмады. Үшеуінде де мына тамырлардың арқасында ажалды жеңіп шықтым. Мұндай күй менің басыма енді түспейді. Егер түссе, менің басыма істеп жатқан жұмыстарыма үлкен қауіп төнеді. Ал мен сенің ғылыми өміріңнің жалғасы бол. Ендігі азғантай өмірім ішінде мен саған өзімнің барлық жиған терген білімімді ұғындырып берем. Сен менің тәжірибелерімді ары қарай жалғастыра бересің. Ажалдың мүлде жеңетін дәріні тапқанда ғана саған жер үстіне шығуға болады. Одан беріде сен жер бетіне шығуды аңсама. Егер де сен нағыз адамзатқа әйтеуір бір пайдалы нәрсе жасағың келсе, өзіңді осы бір ұлы мақсатқа арнауың қажет. Лұқман Кәкім әңгімесін аяқтап төмен қарап үн-түнсіз отыр. Мен жалма-жан тұрып киіндім де Лұқман Кәкімнің жанына келіп отырдым. Өне бойымды осы бір ғажап қасиетті адамға деген құрметтеушілік сезімім билеп кетті. Қандай бақытты, қандай ұлы адам. Ата, сіз жердің үстіне шығуыңыз керек. Біздің қазіргі қоғам сіз ойлағандай емес. Ажалды жеңу жолындағы ғылыми жұмыстар жер үстінде де кең көлемде жүргізіліп жатыр. Онымен сіз сияқты мыңдаған ғалымдар шұғылданады. Адамзат дүниеде бар аурудың көпшілігін жеңеді. Топастық, надандықтан да арылады. Сіздің мынау істеп отырған жұмыстарыңыз жер үсті ғалымдары үшін аса құнды. Жүріңіз, жол бастаңыз. Мен сізді академияға алып барайын. Академия, ол не? Ол халық үшін қызмет ететін сан алуан ғылым адамдарының ортақ үйі. Лұқман Кәкім менің сөзімді түсінбеген тәрізді қатты налығандай кейіп білдірді. Орнынан тұрды да шығып кетті. 25 август. Лұқман Кәкім менімен мүлде сөйлеспей қойды. Айтқаныңызға көнейін, мені оқытыңыз. Мен қалуға қарсы емеспін деп алдына әлденеше рет бардым. Ол құлақ аспады. Күн санап көз алдымда қаусап жүдеп таусылып бара жатыр. Бір күні төсек тартып жатып қалды. Мен жаман састым. Қасында отырып неше күнді ұйқысыз өткіздім. Ымдап шақырады, ымдап жұмсайды. Өзінің тамағын жасап берем. Әпер деген дәрісін әперем. Аз күннен кейін Лұқман Кәкім оңала бастады. Бетіне қан жүгіріп біраз әлденді. Жер үстіндегі ғылым жайындағы маған біраз сөйлеп берші деді бір күні ғұлама. Мен самолет, машиналар, телевизорлар жайында, космос ракетасы мен спутниктер жайында қарапайым тілмен сөйлеп бердім. Адамзат ұрпағының қолы жеткен социалистік қоғамы жайында айттым. Коммунизм жөнінде мәлімет бердім. Лұқман Кәкім ерекше ықыласпен сүйсіне тыңдады. Сендерде шөптің тамырлары мен сияқты өсіре алатын адам бар ма деп сұрады Лұқман Кәкім. Жоқ деп жауап бердім мен. Лұқман Кәкімнің
Көзінде қуаныш, мақтаныш сезімінің оттары жылт ете қалды. Сендер сәулені тұтқындай аласыңдар ма? Мәселен, мен сияқты ыдысқа құйып өсімдікті адамның бойына дарыта аласыңдар ма? Жоқ, деп қуана басымды шайқадым. Осылар бізге керек. Жүріңіз, жер бетінде шығайық. Лұқман кәкім қызараңдап басын шайқады. Жоқ, айнам, маған жер үстіне шығуға болмайды. Мен кең мол күн жарығының әсерінен сол сәтте күйіп өліп кетер едім. 28 август. Лұқман кәкім мүлде оңалып жайнап кетті. Жүрісі де шымыр, көңілі де хош. Маған өзінің ғылым жайлы үйретпекші болып көп әуреленді. Мен оны түсінбей, ол мені түсінбей, біраз шатастық. Оның атом молекулалы элемент зат алмасу жайында тамаша білетінін аңғардым. Бірақ мұның барлығы ол өзінше атап өзінше сөйлейді. Мәселен, он атом Лұқман кәкімнің тілінше әлжам молекула, нәкіс зат алмасу, мәхбұрласу. Лұқман кәкімнің ойы бойынша адам қартайған кезде мәхбұрласу азаяды. Алдымен ағзадағы сүйек ескіреді. Адамзатты қартайтпау үшін сүйектің ішінен бақынұр деп аталатын сәуле нұрын құю керек. Ол махаббарласуды қайта жаңғыртады. Сол кезде семіп қалған ағаш қалай қайта гүлденсе, адам да солай қайта жасарады. Махбұрласу процесі адамның организмде әрбір 100 жылда бір қайта жаңарып отыру керек. Сонда адамның өмірі 600 жылға дейін созылмақшы. Мұның кілтін өзі ол тауыпты. Бірақ адамның нәкістен тұратын ағзасы әлжамдардың кездейсоқ ыдырауына ескіре береді екен. Осы жерде Лұқман кәкімге белгісіз 1 сентябрь. Мен өзіме төніп келе жатқан қауіпті сезбеген екенмін. Лұқман мені түсінеді. Енді біраз күнде оны азғырып, жер үстіне алып шығамын деген үміт құшағында жүріп, мен күтпеген оқиғаға ұшырадым. Балалығым ба, әлде теріс ойлап шолақ тұжырым жасадым ба, мен Лұқманның жазған кітаптарын бір қоржынға салып тығып қойған едім. Ойым, қашатындай мүмкіндігі туса өзіммен бірге ала кету. Кейінірек келіп шалды да қазып аламыз ғой деп ойлаған болатынмын. Шал оны біліп қойыпты. Ол көңілінде ештеңе жоқ. Жайраңдаған күйі мені түскі тамаққа шақырды. Екеуміз бағынұр қосылған шарап іштік. Содан кейінгісін білмеймін. Мас болғаным ба, ұйықтап қалыппын. Ояна келсем, Мұңқой үңгірдің сыртында бір жортастың үстінде етпетіммен жатыр екем. Мен жанұшыра қарғып тұрдым да қайтадан Мұңқой үңгіріне кірдім. Ішінен дорбамды, мылтығымды тауып алдым. Қу шал барлық дүниемді лақтырып сыртқа шығарып тастапты. Ата, кешіріңіз мені, қайтадан алыңыз, мен бүкіл өмірімді жеткенше сізге қызмет етуге уәдемді беремін. Менің бұл даусыма тек тау ғана жаңғырықты, әлде кім мазақтап қарқылдап күлген сияқты болады. Күнделік осы жерде үзілген. Аяғында басында ешкімнің қолы аты жөні қойылмаған. Менің ғажайып күнделікті соншалықты қызға оқығанымнан ба, маған бір сәт бүкіл дүние ұмыт болыпты. Өзім сол бір белгісіз баламен бірге Лұқман кәкімнің лабораториясына кіріп шыққандай болдым. Тура қап айқай салғым кеп далаға жүгіргім келді. Үйге қайрақ кірді. Күлім-күлім етіп менің қолымдағы дәптеріме салбырап дел сал боп тұрған кейпіме мысқылдай қарайды. Қайрақ-ау, мынауыңды не әзілің бе, шының ба? Бұл әзіл емес, шындық. Анау қолыңдағы тұрған күнделікті Байзақ Жарылқасынов деген менің оқушым жазған. Оның өзі бір барып тұрған Лұқман кәкім. Ол 10-шы класста бұдан 2 жыл бұрын бітірді. Қазір Алматыда бір биолог ғалымның лабораториясында қызмет істейді деп естідім. Ол 8-ші класстан бастап көптеген дәрі шөптер жинап жүруші еді. Алматының, Москваның көптеген ғалымдармен хатта алысып тұрған. Ал мына күнделіктің қай кезде жазылған және осы оқиғаның болған-болмаған білмеймін. Дәптерді мен оқушыларымның жазған шығармаларының ішінен тауып алдым. Мардымды бірдеңе білгің келсе, сен енді Байзақты Алматыдан іздеп тап. Мен күнделікті бүктеп қалтама салып алдым. Қайрақ осы екеуміз біраз тау аралап сейілдеп қайтсақ қайтеді? Ол күлімсіреп қолымнан алды. Жүр кеттік Лұқман кәкімнің үңгіріне. Құрметті тыңдарман, менің әңгімелерімді тыңдап жүргеніңізге алғыс айтамын. Және менің әңгімелерім сізге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.